Оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз зат есімнің тәуелденуі. Демек, бұл тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта түбір сөздердің тәуелденген сөздермен салыстырасың. Сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жасап, жазатын боласыңдар. 32-ші жаттығу: текемет туралы мәтіндерді оқы. Текемет бетіне түрлі түсті ою-өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдістерімен дайындалады. Жолып, түтіліп, жүнді жайып, олардың үстіне түстерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп, бастырып кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Суреттерге назар аударайық. Қандай текемет басуға болады екен және қалай берілген? Бұл мәтініміз ғылыми танымдық мәтін болып табылады. Келесі: біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді. Енді бірі шиге орап, жабысып бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне, қатайсын деп қарпиды. Шықты киіз пісті де, сыннан өтіп сан қилы. Екі мәтіннің жанрын анықтайық дейді. Бұл бізде көркем мәтін. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тауып көріңдерші. Текемет қай мәтінде нақты және қай мәтінде бейнелі сипатталған? Келесі тапсырмамыз 53-ші жаттығу. Оқы. Түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр. Білек, білегім. Аспап, аспабым. Моншақ, моншағым. Тарақ, тарағы. Халық, халқы. Әріп, әрпім. Түбір сөзден тәуелденген қандай өзгеріс байқадың? Бұл сөздердің жазылуын естеріңде сақтаңдар. Және мына ережені есімізге түсірейік. Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңында қатаң п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Доп, добы, жүрек, жүрегі, қалақ, қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздер жазылуы өзгереді. Халық, халқы, әріп, әрпі. Осыны жазып, ережені жаттап алайық. 55-ші жаттығу: суреттің және тірек сөздердің көмегімен ісмер тақырыбында мәтін құрастырып жаз. Біздің сөзімізбен тігінші. Тірек сөздер берілген төменде. Толығымен құрастырамыз. Бұл суретте не бейнеленген? Әжеміз тігін тоқып отыр. Жан-жағы оюлы өрнекті суреттер, кілемдер, жастықтар берілген. Осының барлығын қосып сөйлем құрап жазамыз, мәтін құрап. Ал әже сөзін жекеше және көпше түрде тәуелдеп жаз. Менің әжем, сенің әжең, сіздің әжеңіз, оның әжесі. Көпше түрінде біздің әжеміз, сендердің әжелерің. Екінші жақтың сыпайы түрі сіздердің әжелеріңіз және олардың әжесі. Дәптерімізге жазып аламыз. Үй тапсырмасы 34-ші бет, 54-ші жаттығу. Сабақ аяқталды. Сау бол.